Сәлем достар! Бүгін атақты брауни пирогын жасаймыз. Үйдегі бар ингредиенттерден. Айта кетерім, пештен шыққан кезде іші ағалы болып тұрады, уақыт өте құрғайды. Осылай балмұздақпен сәндеп берсеңіз де болады. Бұндай шоколадтан жасалған тәтті пирог пен балмұздаққа жанұяңыз точно қуанатын болды. Бізге қажет продуктлар барлық үйде бар заттар деп ойлаймын. Рецепт термомикске енгізілген, ең бірінші брауни деп жазамыз. Бірінші шоколадты үгітіп аламыз. Менде рахат шоколады, какаосы 70%-дан жоғары болу керек. Бес секунд 7-ші жылдамдықта үгітіп аламыз. Нәтижесі осылай шықты. Әрі қарай сармай қосамыз. Сармай салқын, жұмсақ бола береді, кез келген түрі. Себебі қазір термомиксте сармай мен шоколадты қосып, температурада қайнатамыз. 4 минут 70 градус 2-ші жылдамдық. Сармай мен шоколад еріп, осындай нәтиже шықты. Енді қант қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларды міндетті түрде жуып аламыз, әртүрлі аурулардан сақтану үшін. Кішкене тұз және ұн қосамыз. Бір минут 4-ші жылдамдықта барлығын араластырамыз. Дайын болды. Енді барлығын қасықпен алып төмен қарай түсіріп, шашының қабырғаларынан. Қалауыңызша дән жаңғақ қоссаңыз болады. Әрі қарай 10 секунд 4-ші жылдамдықта барлығын араластырып аламыз. Пешті қосып қойсаңыз болады. Дайындап қойған формаға пергамент салып, массамызды құямыз. градус 25 минутта пісіреміз. Ал небәрі дайындалуы, пісіруімен 50 минут уақыт кететін дәмді шоколадты пирогымыз дайын. Қасына балмұздақ қойсаңыз болады. Балмұздақты да термомикспен 1 минутта жасауға болады. Әрі қарай әртүрлі сәндеуіштермен сәндесеңіз болады. Менде шоколад, фисташки. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.